Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай ерекше дәмді печенье жасалу жолын көрсетемін. Осындай болып шығады печенье. Гүл тәріздес. Сіздер де жасап көріңіздер. Оған керекті заттарым: ұным, қантым, сармайым, какао, ванилин. Ұнымызға қантымызды араластырып аламыз осылай. Оған ең температурасында тұрған сармайымызды саламыз. Енді осыны әбден араластырып, крошка жасаймыз жұмсақ. Әбден майымызды, ұнымызды, қантымызды бәрін араластырып аламыз. Әбден біркелкі етіп жасаймыз қолымыздың ұшымен.